бүгінгі шараның негізгі мақсаты осы түлектерімізді биыл 24-25 жылы бітірген түлектерімізді сәтті жұмысқа орналастыру. Барлығы қазір диплом жұмыстарын қорғап немесе қорытынды аттестаттау тапсырып жатыр. Студенттеріміз қолдарына санаулы бір 20 күннен кейін дипломдарын алады. Сол дипломдарын алғаннан кейін бүгін жұмысқа тұратын мүмкіншіліктері бар. Тағы бір ерекшелігі, бүгін біз бұрында жәрмеңкені мұғалімдік мамандықтарды бөлек өткізген едік. Қазір мұғалімдік мамандықтар барлығы осы жерде өтіп жатыр. Біздің болашақ университетте өтетін мұғалім болатын студенттеріміз де осы жерде. 90%-дан жоғары біздің биылғы 4-ші курс бітіріп жатқан мұғалімдік мамандық студенттердің барлығы педагогтың білімін бағалау тестін тапсырып қойды. Қолдарына педагогтың бағалау тесті бар. Енді қазір дипломын алса, дайын мұғалім мектептерге барып орналасады. Одан әрі мектеп облысымызда қазір көп мектеп салыну жоспарлануда. Мұғалімдерге қажеттілікті алдық. Сол себептен бүгін мектептен, білім басқармасынан, аудандардан, білім бөлімдерінен мамандар келіп жатыр. Студенттерімізді жұмысқа алуда басталады бүгін. Мен осы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің биылғы түлегімін. Бұл жәрмеңкеге мен мектептерге өзімнің резюмемді тапсыруға келдім. Менің осы бітірген мамандығым екі шет тілі, яғни ағылшын және түрік тілінен болашақ мұғаліммін. Мен биыл сәуір айында білім тексеру тестін өтіп, сол сертификатым бойынша өзімнің резюмемді тапсырған болатынмын.